Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Айпана. Бүгін сіздермен өте жеңіл әрі адам ағзасына өте пайдалы таңғы асқа арналған бірнеше дәнді дақылдар қосылған кашаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен отымыздың астын жағып, ыдысымызға көз мөлшерімен суымызды құйып, қайнағанын күтеміз. Осылай суымызды жақсылап қайнатып алғаннан кейін, осы видеодағыдай бірнеше дәнді дақылдар қосылған Цар фирмасының кашасын алып, көз мөлшерімен ыдысымызға суымыздың үстінен салып, осылай араластырып жақсылап 5 минутқа қайнатып аламыз. 5 минуттың ішінде қайнаған кашамызда суы кішкене тартылып, уже кашамыз жайлап жұмсара бастаған кезде дәміне қарай өзіңіздің қалауыңызша шекеріңізді қосып, тағы да кішкене 1-2 секундқа қайнатып аламыз. Одан кейін үстінен қалауыңызша сүтті құйып, тағы да 5 минутқа достар қайнатып аламыз. 5 минуттан кейін кашамыз дайын болады. Жалпы 10 минутта пісетін таңғы асқа арналған кашамыз осымен дайын болады. Достар, мен бұл видеода барлығын көз мөлшерімен алдым. Адамның санына қарай өздеріңіз көз мөлшерімен дайындай берсеңіздер болады. Оған міндетті түрде көлемі, мейлі керек емес. Өте оңай әрі барлығының көңілінен шығатын каша осымен дайын. Осылай ыдысымызға салып, кашамызды үстінен бананымызды немесе жаздың күндері қатырып қойған жидектерімізді салып, әрлеп, әсемдеп, достарыңызға, ата-аналарыңызға немесе балапандарыңызға ұсынсаңыздар болады. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Айпана. Видеом ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіп, мені қолдап отырыңыздар. Қазақша контенттің дамуына атсалысайық, достар. Ас болсын.